Taşımaydı. Kola şuraya болмайды. Ол өте зиян. Неге екен балалар? Зерттеп көрейік, иә? Барлығымыз зерттеп көрейік. Қоланың неге зиян деген зерттеп көреміз. Мынау кола, мынау Тасайдың әшейін суы, газдалмаған, кола газдалған. Енді мынау қандай түс? Сарғыш түс, иә? Мынау қызыл түс. Енді қазір екеуін тексереміз. Колаға сарғыш түсті қоямыз. Қазір тексереміз қоланың зиян емес екенін. Ал газдалмаған суға қызыл түсті шарды аламыз. Енді екеуін әбден қозғаймыз. Амина, сен мынаны қозға, сен мынаны қозға. Кәнекей қозғай береміз. Кәнекей айналдыра береміз. Қатты. Әмірәлі қатты. Әмірәлікі не істеді? Әмірәлікі ісіп, шары үрленіп шықты. Қыспа, Амина, қыспа. Аминаныңкі, қара, Амина, сенікі су күйі тұр, көрдің бе? Сенікі шары үрленбеді. Ал кола не қылды? Кола үрленіп шықты. Демек, коланың ішінде газ өте көп деген сол. Егер балалар коланы іше берсек, ішіміз осылай не істейді? Ішіміз осылай ісіп кетеді. Бұл өте бізге зиян екен. Соны біз балалар коланы ішуге болмайды. Ал балалар енді басқа мемлекеттерде, басқа елдерде бұл коламен шаңды, майды, машинаның майын кетіреді екен. Ал біз оны ішіп жүрміз. Бұл өте зиян екен балалар. Сондықтан балалар, біз тағы бір тәжірибе жасап көреміз. Мына екі тиынды аламыз, екеуінің де түсі бірдей. Біреуін әшейін суға саламыз, екіншісін колаға саламыз. Қазір екеуінің айырмашылығын тексереміз. Кәнекей, Амина, қозғай ғой. Сен де қозға. Тиынды қозға. Екеуінің айырмашылығын тексереміз қазір. Қозғай. Ал енді Амина, тиынды маған бер. Тиынды алып маған бер. Енді мен оны сүртіп көремін. Тиын қандай? Сол қалпында. Өзгерген ба? Өзгермеген тиын. Бұл тұрады. Ал енді коладағы тиынды аламыз. Әмірәлі. Ал. Қолма бер. Енді бұны сүртеміз. Көрдіңдер ме балалар? Тиын не қылды? Жарқырап, жылтырап кетті. Балалар, екеуінің өзгершілігін көрдіңдер ме? Тиын өте жарқырап кетті. Демек, бұл кола не істейміз? Күнделікті тұрмыстық заттарды жуу үшін қолданады екенбіз балалар. Оны коланы ішуге болмайды. Жарайсыңдар балалар, жарайсыңдар. Ал енді осы коланың біздің асқазанымызға қандай зияны бар екенін қазір тағы тексеріп көреміз. Мына ыдысқа тек қана не істейміз? Газдалмаған суды құямыз. Және оған бір жұмыртқаны саламыз. Ал екінші ыдысқа не істейміз? Коланы құямыз. Біз ішкен кезде асқазанымызда қандай құрылыс болатынын байқаймыз. Енді балалар, бері қараймыз, қараңдар. Біз қоланы ішкенде
асқазанымыз қандай өзгеріске ұшырайтын. Мынау қасық алып келемін қазір. Осы коланы, мынау әшейін судағы жұмыртқа қандай, балалар? Аппақ су тұр, иә? Демек, біз тек қана қайнаған су ішуіміз керек деген сөз. Ал мына коладағы жұмыртқа не істеді? Сарғайып кетті. Демек, біздің асқазанымызға да осындай зияны бар екен. Көрдіңдер ме? Екеуінің айырмашылығын. Көрдіңдер ме? Жарты сағат тұрса, бұдан еді қараяды. Сол үшін коланы ішпейміз. Асқазанымызға зиян, иә?